Шонанова Шахзада Арон қызы 1903 жылы Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында туған. Әдіскер, ұстаз, 20 ғасырдың 30 жылдарындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілі, Сталиндік қуғын-сүргін жылдарында атылған тұңғыш қазақ әйелі. Шахзаданың әкесі Әбілқайыр ханның ұрпағы Бақытжан Қаратаевтың інісі Арон Қаратаев, ал анасы Хосни Жамал Нұралы ханова қазақтан шыққан тұңғыш ұстаз Жәңгір ханның немересі. Шахзаданың жолдасы қазақтың белгілі журналист ғалымы, Алашорда қайраткері Телжан Шонанов. Ахмет Байтұрсыновтың шәкірті Телжан ұстазымен бірге бірнеше әдістемелік оқулықтар жазды. Шахзада Шонанова халық ағарту комиссариатында мектепке дейінгі тәрбие жөніндегі нұсқаушы болып жұмыс істеген. Педагогикалық ғылыми зерттеу институтында жауапты хатшы, ұлттық мәдениет ғылыми зерттеу институтында кіші ғылыми қызметкер, халық ағарту комиссариатында ғылыми қызметкер, бастауыш және орта мектеп білімінде ғылыми хатшы, кейін әдіскер кеңесші қызметтерін атқарды. Шахзада 1936 жылы 33 жасында Қазақ мемлекеттік университетінің биология факультетіне оқуға түседі. Бірақ ол мұны аяқтай алмады. Осы жылдан бастап ол қуғын-сүргінге ұшырай бастады. Жоғары білім алуға 3 рет талпынған Шахзада Шонанова оқуын аяқтай алмай қалды. 1937 жылы 21 шілдеде оның күйеуі тұтқындалды. Телжан Шонанов белгілі тіл маманы. Ол Қазақ мемлекеттік университетінде өрт қойды деп айыпталып, бұл іс бойынша Шахзада Шонановаға да айып тағылды. Оған 1926 жылдан бастап буржуазиялық ұлтшыл контрреволюциялық ұйымның мүшесі деген айып тағылды. Шахзада Шонанова 1938 жылы 19 наурызда күйеуі Телжан Шонанов өлім жазасына кесілгеннен кейін 10 күннен кейін атылды.